40 жаста 20 жастағыдай болудың шынайы құпиясын білгіңіз келе ме? Онда видеоның соңына шейін қараңыздар. Бірінші, денең сенің энергияңның қайнар көзі. 20 жаста ағзаң қарызға өмір сүреді. Ұйқы аз болса да, тамақ дұрыс болмаса да дене көтеріп кетеді. Ал 40-та ағза есеп айырысады. Неге 40 жаста шаршау көбейеді? Себебі гормондар баяулай бастайды, бұлшықет массасы азаяды, зат алмасу жылдамдығы төмендейді және стресс ұзақ әсер етеді. Бірақ бұл қартаю емес, бұл күтім талап ететін кезең. Енді бұл жағдайда не істеу керек? Біріншіден, қозғалыс жасау керек. Қозғалыс ол жастық гормоны. Спорт ауыр болу міндетті емес. Күніне 8-10 мың қадам болса жеткілікті. Немесе жеңіл созылу жаттығулары, йога немесе пилатеспен айналыссаңыз болады. Аптасына 2-3 рет күш жаттығуларымен де айналысу өте пайдалы. Күш жаттығулары 40 жаста аса маңызды, себебі бұлшықет метаболизмді ұстап тұратын негізгі фактор. Келесі ұйқы. Ұйқы ол табиғи ботокс. 7-8 сағат ұйқы ол кортизолды азайтып, теріні қалпына келтіреді және ми жұмысын жақсартады. Үшінші, тамақтану ол жастыққа инвестиция болып табылады. 40-та бастысы калория емес, бастысы ол сапа. Ақуыз көп өнімдерді тұтынсаңыз, яғни ет, балық, жұмыртқа сияқты, сонымен қатар көкөніс, құрамында омега-3 болатын тағамдарды, сонымен қатар қант пен ақ ұнды азайтуды доғаруыңыз керек, яғни азайтуыңыз керек. Жастық ол арықтық емес, жастық ол жеңілдік. Екінші, ми жастығы қызығушылықта. 20 жаста адамның миы жаңаға ашық болады. 40 жаста көп адам мен бәрін білемін кезеңіне өтеді. Міне дәл осы жерде қартаю басталады. Неге? Себебі ми нейрондары жаңа байланыс жасамаса ол әлсірейді. Енді бұл жағдайда не істеу керек? Жаңа тіл үйреніңіз, жаңа салаға қызыға бастаңыз, жаңа технологияны игеріңіз, жаңа хобби бастаңыз. Жаңа нәрсені үйрену мидың пластикалығын сақтайды. 40 жаста жаңа бастама бұл ақымақтық емес, бұл керісінше батылдық болып табылады. Үшінші, стресс ол ең үлкен қартайтушы фактор. Ғалымдар дәлелдегендей, созылмалы стресс жасушалардың қартаюын тездетеді. Стресс не істейді? Кортизолды көтереді, іш майын көбейтеді, теріні солдырады және иммунитетті әлсіретеді. 40 жаста ең маңыздысы эмоциялық гигиена. Барлығын жүрекке алмау, кешіре білу және маған бәрін дәлелдеу керек деген ойдан шығу. Өзіңді өзгемен салыстырмау. 20 жаста намыс көп, 40 жаста тыныштық маңызды. Енді төртінші, өз-өзіңді қабылдау. Ішкі сұлулықтың негізі болып табылады. Көп адам 40-қа келгенде айнаға басқа көзбен қарай бастайды. Әжімдерін көреді, салмағын көреді, өткен жастықты іздейді. Ал шындық қайда? 40 жас ол сенімділік жасы. 20 жаста қыз сұлулығын дәлелдеуге тырысса, 40 жаста әйел өзін білетін жасқа келеді. Өзіңді қабылдаған сәтте артық қысым азаяды, бет-әлпет жұмсарады, қозғалыс сенімді болады. Ішкі комплекстер сыртқы шашаудың 50%-на тең. Келесі, 5-ші, қоршаған орта ол энергия айнасы. Энергия жұғады дегенді естігенсіз бе? Егер сіз үнемі шағым айтатын адамдармен жүрсеңіз, өмірге ренжіген адамдармен аралассаңыз, болмайды дейтін ортада болсаңыз, онда сіз де солай ойлай бастайсыз. 40-та орта өте маңызды. Жастармен араласыңыз, белсенді адамдармен болыңыз, дамитын ортаға кіріңіз. Жастық ортадан басталады. 6-ші, мақсат ол ішкі қозғалтқыш. 20 жаста адамдарда арман көп болады, ал 40 жаста жауапкершілік басым болады. Бірақ мақсат тоқтаса, адам қартаяды. Неге кейбір 50 жастағы адамдар 30-дағыдай көрінеді? Өйткені оларда жоспар бар, мақсат бар, қызығушылық бар. Ми маған әлі керек деп жұмыс істесе, ағза да соған бағынады. 7-ші, рухани тепе-теңдік ішкі жарыққа тең.
яғни ішкі тыныштықсыз сыртқы жастық болмайды. Ол үшін дұға жасаумен, медитациямен, шүкіршілікпен жалғыз қалатын уақытыңыз болуын қадағалаңыз. Яғни рухани тұрақтылық эмоциялық қартаюды баяулатады. 20 жаста адам асығады, ал 40 жаста адам түсінеді. Енді ең үлкен құпия бұл 40 жаста 20-дағыдай болу 20-ға ұқсау емес. Бұл 20-дағы батылдықты сақтау, қызығушылықты жоғалтпау, армандардан бас тартпау және өзіңді құрметтеу. Жас ол биология, жастық ол психология демекші. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса және осы кеңестер ұнаған болса, онда видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және де өзіңіздің пікіріңізді де қалдыра кетіңіз. 40 жаста адам қалай 20 жастағыдай көріне алады. Жалпы сол туралы өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетсеңіздер де болады.